Саламатсыздар ма, оқушылар? Здравствуйте, ребята. Бүгін мамырдың 18-і, 18 мая. Сабағымыздың тақырыбы болашақтың жоспары. Күнтізбе. План будущего. Күнтізбе, календарь. Пишем число и тему. Бүгін сен болашаққа жоспары құрасың, қарапайым сөздермен сөйлемдердің мағынасын түсінетін боласың. Сабағымыздың жаңа сөздермен танысайық. Күнтізбе, шипажай. Қайтадан қайталаймыз. Дұрыс айтамыз. Күнтізбе, шипажай. Енді балалар, дәптерге жазамыз. Пишем. Күнтізбе, календарь, шипажай, санаторий. Балалар, суретке қарап, диалогты тыңдаймыз. Давайте посмотрим на картинку и послушаем диалог. Сұңғат, мынау не? Қабырғада тұрған ба? Иә, сандары бар. Бұл атамның күнтізбесі. Сарымен боялған күндері үлкен атам дәрігерден онлайн кеңес алады. Атаң дәрігерге өзі бармай ма? Бұл жай тексеретін күн. Мұндай күн менде де бар. Мен аптасына бір рет дәрігеріммен сөйлесемін. Қатты ауырсам ғана дәрігер өзі келеді. Ал әр дүйсенбі неге көк түспен боялған? Әр дүйсенбіде атам шипажайда достарымен кездеседі. Жасыл түспен қызыл түсше. Жасыл түс отбасымыздағы туған күндер болуы керек. Ал қызыл түсті білмеймін, анықтап көрсек қайтеді? Өте жақсы балалар, тыңдап болсақ, енді диалогты бірге оқимыз. Тілеухан, Сұңғат, мынау не? Сұңғат, это что? Қабырғада тұрған ба? Который висит на стене? Иә, сандары бар. Да, там есть цифры. Бұл атамның күнтізбесі. Это календарь моего дедушки. Сарымен боялған күндері атам дәрігерден онлайн кеңес алады. Дни, который окрашен желтым цветом, мой дед получает онлайн консультацию у врача. Атаң дәрігерге өзі бармай ма? Твой дедушка не идет к врачу сам? Бұл жай тексеретін күн. Мұндай күн менде де бар. Это всего лишь день, чтобы проверить. Такие дни и у меня есть. Мен аптасына бір рет дәрігермен сөйлесемін. Я разговариваю с моим доктором один раз в неделю. Қатты ауырсам ғана дәрігер өзі келеді. Доктор придет только если я сильно заболею. Ал әр дүйсенбі неге көк түспен боялған? И почему каждый понедельник окрашен синим цветом? Әр дүйсенбіде атам шипажайда достарымен кездеседі. Каждый понедельник мой дедушка встречает своих друзей в санаторий. Жасыл түспен қызыл түсше. А как насчет зеленого и красного?
Жасыл түс отбасымыздағы туған күндер болуы керек. Ал қызыл түсті білмеймін. Анықтап көрсек қайтеді? Зеленый должен быть днем рождения в нашей семье. А красный я не знаю. Давай узнать. Өте жақсы балалар, енді бірінші тапсырмадағы сұрақтарға жауап береміз. Отвечайте на вопросы. Тілеухан қабырғадан нені көрді? Күнтізбеде қандай түстер бар? Какие цвета? Сарымен боялған күні не істейді? Көк түспен боялған күні не істейді? Жасылмен боялған күні не істейді? Екінші тапсырма. Сөйлемді толықтыр. Бірінші. Тілеухан қабырғадан көрді. Нені көрді ол? Күнтізбені. Міне, қажетті сөздер, нужные слова. Біз оны мына бос орындарға қойып шығамыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.